міне балықтардың, шабақтардың құрттарын тоғаннан сүзіп жатырмыз. Алдарыңызда Олжас бауырымыз балықтардың құрттарын қазір сіздерге көрсетеді. Кәні жақындатып түбін ұстап жіберші. Көп үй сүзбей-ақ қой. Түбін ұсташы қолыңа. Жақындатшы. Міне мынандай құрттар қазір. Мына құрттар. Мыналарды біз осы құрттарды мына сүзекімен сүзіп алып жатырмыз. Балық өсіретін шаруашылықтарда бұлар стартовый корм деп аталады. Личинкалардың, жас шабақтардың негізгі қорегі. Міне жағадан көрсетейін. Міне жыбырлап жатыр. Ұстап тұр өсейсіз. Міне. Қандай. Мына дафния қызылдар. Сосын гамарус. Мына шабақтарда келіп, тоғандағы шабақтарда келіп, осы құрттарды жеп жатыр. Міне. Жағада қайнап жатыр. Мына жерде гамарус құрттары міне. Мына тазигімізге салып жинап жатырмыз. Олжас төк. Қабырғасында, ситоның қабырғасында міне тордың. Міне қаншама қорек. Шабақтарға дейін жүр. Енді келесі жағына бір жерді бір сүзесің ба міне? Мына бір жерді. Міне аяғын аста гамарус тартып міне. Қайта. Так. Қай жерде гамарус бар міне мына жерлерде. Осыны бір неғып жүр, шашып сонымен. Басқа жерін бір сүзіп көреміз қазір. Ал Олжас бауырым, қолың бір бұлғап қой. Инелікті ешнәрсе алмайды ғой. Шертіп жерсей, ұрпа. Қолыңмен ұрып жүрсей, неғып жер тоңқайтып, қайырып. Мұндай қоректі мен де өзім бірінші рет көруім. Жем шашып тұрғаннан кейін тоғанға бұлардың саны өте көп өсіпті. Мынаны қараңыздар. Қандай құлау. Мынаны қараңыздар. Дафнияның әртүрлі размерлері бар екен.